Ассаламу алейкум, қымбатты бауырлар. Бүгін біз ішкілікке қатысты тыйымдар жайында сөз сөйлейтін боламыз. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам бізге 7 нәрсені өсиет етті. Терлерің сылынып, сойылсаңдар да, отқа тірідей тасталып, дарға асылсаңдар да, Аллаға серік қосушы болмаңдар, намаздарыңды әдейі оқымай қоймаңдар, күнә істеуден сақтаныңдар, өйткені күнә Аллахтың қаһарын келтіреді. Арақ ішпеңдер, себебі арақ барлық жаманшылықтың көзі деді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бұл сөзіне қазіргі күні адамдардың ішкілік себебінен көріп жатқан зардабы дәлел. Расында да ауыр кеселге ұшырап, арақ ішіп науқасынан сауығып кеткен, кедей бола тұра ішкілікке салынып байыған, қорланып жүріп, арақ ішкеннен кейін ел арасында абыройға ие болған пенде бар ма екен бұл дүниеде? Ондай адамды таба алмайсыз. Себебі ішкілік сау адамды ауру, байды кембағал, абыройлы кісіні айналасындағыларға жек сүрінетеді. Имам Тирмизиден жеткен хадисте пайғамбарымыз былай дейді: таңертең ішкілік ішкен адам күн батқанға дейін Алла тағалаға серік қосқан болады. Ал күн батқаннан кейін ішкілік ішкен адам таңертеңге дейін Алла тағалаға серік қосқан болады. Алла тағала ішкілік ішіп мас болған адамның 40 күндік намазын қабыл етпейді. Тағы бір хадисте Алла тағала арақты, оны ішуші мен құйып берушіні, оны сатушы және сатып алушыны, арақты дайындаушы мен дайындатушыны, оны алып келуші мен алдыртушыны және арақтан күн көргенді лағнеттеді. Бұл хадис Ибн Омардан риуаят етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маскүнемдікке салынған адам пұтқа табынушы тәрізді деген. Ішкіліктен сақтанып, Аллаға серік қосудан аулақ жүрейік ағайын.